Достар, ассалаумалейкум. Өздеріңіз білесіздер, соңғы Алматыда болған жағдайларға байланысты жер сілкінісі болды. Сондықтан біз деген келесі шығарылымды сейсмикаға арнаймыз. Бүгін біз деген Алматының Казниса бөліміне келіп, бастығымен сөйлесіп, сұрақтарымызды қоятын боламыз. Сонымен біз Алматылық Казнисаның өндіруші жөнінде бас директоры Шоқпаров Ералы Мейрамбековичке келіп тұрмыз. Бірінші сұрағымыз, Казниса деген не? Біздің көрермендерге айтып кетсеңіз, мүмкін біреу білмейтін шығар. Енді біздің Казниса деген бүгінгі таңда ТМД елдерінде ең сақталынып қалған бірден-бір ғылыми зерттеу институты. Кез келген жаңа құрылыс материалдары, кез келген жаңа құрылыс конструкцияларын құрылысқа енгізбес бұрын сынақ жұмыстары жүргізіледі. Сол сынақты сейсмикаға талаптары орындалмаған бойынша біз сол сынақтарды жүргіземіз. Мына Алматы қаласын алатын болсақ, Алматы қаласының ғимараттарын екіге бөлуге болады. Бұл Кеңес одағына дейін, Кеңес одағынан кейін деген. Кеңес одағына дейінгі ғимараттардың барлығы біздің мекеменің мамандарының қатысуымен өткен. Мынау Алматы қаласында типтік көбісі Кеңес одағындағы салынған ғимараттардың бәрі типтік болған. Панельді үйлер, қаңқалы, соның бәрінде испытание жасап, солардың тексеруден өткізілген үйлер. Соның бәрін біздің ғылыми зерттеу институты жасалынады. Құрылыс материалдар, жаңа құрылыс материалдар Қазақстан нарығына кіріп жатса, бәрі сіздерден сертификат алу керек, эксперименттік тексеріс алып, соны сейсмикалық аяқта қолдануға бола ма, болмай ма деген құжатты бізде. Жалпы тек сейсмикалық жағын. То есть горючий, не горючий, ол сіздерге біз тек құрылыс конструкцияларын құрылысты ғана зерттейміз. Мысалы, біз көпірлермен, жаңағындай үлкен сооружениелермен біз айналыспаймыз. Біз тек қана құрылысқа жауап береміз. Мына фасадтар, фасадтың астында неше түрлі керамогранит бар еді, плита, соның астында постконструкция қойылады ғой. Оларда сіздерден бүгінгі таңда біздің эксперименттік база бар. Алматы қаласында Сатпаев көшесі мен Тұрғыт Озал көшесінің қиылысында, АДК-ның жанында қазір жаңа ғимарат салып жатырмыз. Сол жерде біздің эксперименттік стенд бар. 2 қабатты металл қаңқалы стенд. Сол жерге бүгінгі таңда Алматы қаласына Қазақстанда құрылыс сейсмикалық аймақтарда қолданатын барлық қасбеттер, оның құрылғы конструкцияларын сынайтын бізде сынақ алаңы бар. Сол сынақтан өткеннен кейін ғана олар қолданысқа енеді. Енді ол ешкімге мынау 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары құрылыс бум болған кезде Қытайдан көп керамограниттер кіріп кетті. Ол кезде енді заң кішкене қатты болмады да, одан кейін біздерде жер сілкінісі болмай, олар түсетін жағдай жайыптар пайда болды. Сондықтан бүгінгі таңда олардың бәрі бізде сынақта өтіледі. Темадан алшақ болсын жарайды, бірақ керамогранитті жамандап отыр ғой. Негізі керамогранит деген жақсы материал ғой, фасадқа да жақсы, бағасы да жақсы, бірақ именно соны подконструкциясы дұрыс жасалмаған ғой. Енді мына бірінші келгендері оларда оцинкованный клямерлер дейді, соларға ілінген. Т-образныйға ілесе алған. Ол мысалға бүгінгі таңда көрсетті, ол бізде зілзаласса құлап жатыр. Сондықтан қазіргі бүгінгі таңда біздің сынап жатқан конструкцияда ол жерде бір ограничение жоқ. Ол жерде керамогранит те бар, кірпіш те бар, бетон да бар, бәрін санап жатырмыз. Демек, материалдың өзін қолдануға болады, тек қана подконструкцияны дұрыстап санап. Енді материалдың, мысалға, ол жерде біз оны алған кезде, енді анау жағы өртке қауіптілігі ол басқа ғылыми зерттеу институттарында жасалынады. Біз тек сол конструкцияның 9-10 балға шыдамдылығы жер сілкінісі кезінде төтеп бере ала ма, құлап қала ма, соны тексереміз. Мына жақында енді жер сілкінісі болды, 5 балл болды. Соған өзіңіздің бағаңызды беріп жүрсеңіз, чегесінің жұмыстарына, Алматы қаласында қалай үйлер қалай өзін көрсетті? Енді сіздер білесіздер ғой, енді сынған, бір құлаған үйлер болды ма, болған жоқ па? Енді бүгінгі таңда мен енді кез келген бір қызмет органдарға баға бере алмаймын, бірақ жер сілкінісіне біз көрсетті, Алматы қаласының халқы дайын емес. Бәріміз дайын емес сияқтымыз. Халық қана емес, чегесінің өзі де әрине. Оны көрдік өзіміз. Мен біреуді ақтап отырған жоқ. Бүгінгі таңда, мысалға, осы 24-ші жылға шейін бізде Алматы қаласында оқылу жақтыру жұмыстары жүргізілді. Мынау әр бейсенбі күні сирена ұрлап. Сирена қосылған. Оны мысалға енді қарап отырсақ, 99% халық оған мүлдем мән берген жоқ. Біреу біледі, білсе де шықпайды, ол оқу жаттығу жұмыстары, мен отыра беремін. Сол сияқты мынау
адам бірінші өзінен бастау керек. Енді мысалға әр тұрғын үйде тұрған отбасына жауапты адамдар бар. Ол ата-ана бірінші, одан кейін бала-шаға. Ол ата-ананың жұмысы өзі түсініп біліп, сосын балаларына жеткізу. Бүгінгі таңда 23-ші жер сілкінісі нені көрсетті? Біз Алматы қаласы жеке тұрғын болсын, басқа болсын, ешқандай дайындық жоқ. Мынау елдің бәрі машиналарын отырып алып, бәрі тым-тырақай қашып, статистика бойынша сол күні 20 мыңнан аса адам қаладан шығып кеткен мысалы. Енді бұл енді үлкен сабақ. Енді осыдан осы жер сілкінісінен адам сабақ алып, ары қарай сол кеткен кемшілікті түзету керек. Бүгінгі таңда сол салада жұмыс жасалып жатыр. Енді мына үйлердің келетін болсақ, бұл 5 балдық зілзала дегеніміз, бізде шкала бар. МСК 64Q деген. Біздің Қазақстанның өзінің шкаласы. Алматы қаласының ғимараттары көрсетіп отыр, біздің құрылыс нормаларының өте қатаң екенін. 5 балдың өзінде мынандай қатты айтарлықтай жаңағындай жарық сынықтар жоқ. Егер де мысалға дүние жүзінде жер сілкініп жатыр, түрік халқын алатын болсақ, осы 5 балдың өзінде де оларда үлкен зәулім ғимараттар қирап жатыр. Мысалға мынау ең соңғы біз жер сілкінісі үлкен зілзала, мынау ең соңғы емес, Алматы Қазақстанда 2003 жылы Луговойда болған. Луговой кентінде, Жамбыл облысында. Сол кезде 5 балда бір қабатта тұрғын үйлер қирап қалады. Мен мынау Алматы қаласында частный сектор дейміз ғой, жеке тұрғын үйлерға кішкене менде қорқыныш болған. Мынау мысалға микрорайон Шаңырақ, Думан деген ықшам аудандарда саманнан салған, қам кірпіштен салынған үйлер көп. Солардың жағдайын мен ең бірінші уайымдағаным сол. Енді ол мысалға Луговой мен Алматыны салыстыруға болмайды. Ол ауылда тұратын құрылыстың сапасы біреу, ал қалада, үлкен қалада салынатын құрылыстың сапасы ол екінші. Өйткені мынау Луговойдағы үйлерді, құлаған үйлерінде ешқандай антисейсмикалық мероприятиелер жасалынбаған, мүлдем. Сейсмопоездар жоқ. Енді Алматы қаласында мысалға біреуден естиді, көреді да, ол қам кірпіштен салса да, сыртын жаңағындай сетка тартып штукатура жасағанның өзі көп көмек береді. Мысалға Луговой кентінде сондай қам кірпіштен салынған үйлердің сылақ дейді ғой, сыртын сылағанда, штукатурка жасағанда сетка салған үйлер құламады. Антисейсмикалық белдеу дейді, соны қойған адам. Сейсмопоез қой. Сейсмопоез. Олсыз да салатын адамдар бар ма, сонда сейсмопоезсіз? Енді ауыл жерде көп адам оны біле бермейді ғой. Мысалға ауылда, енді Луговой кентінде, енді сол құлаған үйлердің 99%-ында антисейсмикалық жағындай жұмыстар жасалмаған. Жалпы үй салған кезде, немесе пәтер сатып алған кезде неге мән беру керек? Жаңағы қандай конструкция мықты? Кірпіш үйлер ма, монолит, металлоконструкция бар? Бүгінгі таңда Алматы қаласында салынып жатқан бірден бір ғимараттың барлығы бүгін монолит ғимараттар. Бізде мынау Кеңес одағы тарағаннан кейін, бұрында Кеңес одағында бізде қаңқалы ғимараттар көп болған. Ол не үшін? Өйткені Кеңес одағында заводтар болған. Ол бүгінгі таңда панельді үйлер, жоқ, панельді үй, сосын жаңағы қаңқалы дейді, каркас. Колонна, ригелі бар үйлер, олар кезінде Кеңес одағында біздер заводтар болған, ЖБИ-лар. Сол заводта жасалынады да, құрылыс алаңында ол дәнекерленіп құралатын. Бүгінгі таңда өкінішке орай ондай заводтар бізде жоқ. Ал бірақ Кеңес дәуірінде монолитті ғимараттар өте аз болған. Не үшін? Ол кезде мысалға апалып болмаған, технология болмаған, бетонды үстіне шығару проблема болған. Сондықтан бүгінгі таңда енді өмір бір орында тұрмайды. Жаңа технологиялар келіп жатыр. Енді салынып жатқан ғимараттың енді барлығы монолиттік ғимарат. Енді монолиттік ғимараттар өздері біз мынау Алматы қаласында 2000 жылдары бум болды, құрылыс енді басталған кезде бір қатар үйлерді біз сынақтан өткіздік. Именно осы монолиттік типтік үйлерді. Сейсмикаға төтеп бере алады деген біз қорытындыға келіп отырмыз бүгінгі таңда. Енді үй алатын кезде, мысалы бүгінгі таңда кірпіштен Алматы қаласында қазір ғимарат салынбайды. Қазір жаңадан салынып жатқан жоқ, бірақ ескі үйлер бар ғой. Ескі үйлерде бізде мынау 2017-18 жылы бізде паспортизация болды. Сол паспортизацияның кезінде біздер Кеңес одағында салынған сол кірпіш үйлерді сейсмика қауіпсіз деп таныдық. 2018 жылы Алматы қаласында біз енді ғылыми зерттеу институты болғасын, біз
тек қана ауызша айтып қоймаймыз. Біз оны тексеріп, сынақтан өткеннен кейін барып айтамыз. Ең осал жер мына бізде жер сілкінісі кезінде терезе мен есіктің жақтауы. Керісінше бұрын айтып еді ғой, жер сілкінісі кезінде есіктің несіне тұқасына барып. Енді оны айтайын деп отырған, бізде ол есіктің мынау баспалдақ болатын жерде, біздің құрылыс нормаларында мынау баспалдақ тұрған жерлердің есіктің жақтауын, терезенің жақтауын арнайы күшейтеді. Не үшін? Зілзала кезінде ол эвакуационный жол ғой. Эвакуация қаяқпен лестницамен шығасың. Сол жерде лестницада мына жер сілкінісі кезінде құр өзін антисейсмикалық күшейту арқылы жасамасақ, ол құлап қалады. Сондықтан біздің құрылыс нормалары келтірілген пункттар бар. Мына баспалдақ орналасқан жердегі есік, терезелерді темір бетоннан құймалы обойма жасайды. Мынау құлап усиленный болады, кішкене күшейту жұмыстарын жасайды. Ол бүгін нормада бар. Сондықтан сол кірпіштен салынған ғимараттардың біздің бүгінгі құрылыс нормаларына сай емес екенін біз дәлелдедік. Қазір сіз айтасыз ғой, мынандай терезені алды, есік несі осал деп қай жерге тығылу керек сонда? Бүгінгі таңда мысалға ғимараттар салынатын ғимараттың көбісі, сіздер ғимарат зілзала болмай тұрып, сіз үйдің егесі, қожайыны ретінде кез келген ғимаратта бізде техникалық құжат бар. Паспорт дейді ғой, техникалық паспортты алып, қарап көруіңіз керек. Сіз даже маман болмасаңыз да, ол жерде жүк көтеретін қабырға үлкен немесе қызыл сызықпен белгілеп. Несущий, жүк көтеретін қабырғаны көрсетеді. Көп адамдар айтып жатады, мысалға есіктің жақтауына тұру керек. Ол көбінесе қазіргі таңда сіздер енді жаңа үйлерді алатын болсақ, жаңа үйді түк жоқ қылып береді сізге ішінде. Сіз өзіңіз гипсокартоннан, кірпіштен қолайғасыз. Не деген сөз? Ол жерде мынау есігі бар қабырғалардың барлығы жүк көтермейді. Бұл жер сілкінісі кезінде құлауға бірінші себеп болады. Сондықтан егерде сіздің үйіңіз қаңқалы болса, колонна ригельдің астында тұру керек. Егерде монолиттік болса, монолиттің стенада, қабырғада есік болса, сол жерге тұруға болады. Бұрыштарда тұруға болады. Енді ол әр үйдің конструкциялық шешіміне байланысты. Бүгін енді зілзала болғаннан кейін көп жерде ақылдап талқыланып жатыр. Әр жеке тұрғын өзі зілзала болмас бұрын бұқаралық ақпараттар құралдарынан, немесе төтенше жағдайлар министрлігінің сайтынан қарап, өздеріңіз мысалға үйде белгілеп қоюларыңыз керек. Зілзала болған жағдайда менің пәтерімде немесе тұрып жатқан үйімде мынау жерлер болады. Өйткені сіз мысалға ол зілзала айтып келмейді. Сіз шырт ұйқыда жатқан кезде болады. Санаулы секундтар болады. Санаулы секундтар. Сондықтан бірінші кезекте енді ата-ананың басты мақсаты ол балаларын оқыту, дайындау керек. Ешқандай паникаға бой алмау керек. Адам бойында үрей туын болғасын, үрейден кейін не істеп не қойғанын білмейді. Енді бұны айтатын болсақ, мынау 2023 жылғы зілзалада алдында бір көріпкелдер айтты ғой, мысалы 15 күн зілзала болады, сол да кішкене өзінің рөлін атқарды, мысалға. Шошытты. Енді бүгінгі таңда мынау тек қана дәлелденген ақпаратқа жүгіну керек. Ол мысалға сейсмология институттарының мамандары және де төтенше жағдайлар министрлігінің өкілеттілігі олар хабардар беріп отырады. Интернетте бір рет көріп қалдым, ең мықты сейсмикалық Алматыда үйлер ол жаңағы 70-ші жылдары, 80-ші жылдары панельді үйлер дейді. При разрушительном землетрясении в Алматы могут устоять советские панельки. Такое предположение сегодня сделали заслуженные строители. 4- и 5-этажные дома, которые были возведены в конце прошлого века, считаются самыми сейсмоустойчивыми. Мынау панельдік үйлер бүгінгі таңда сейсмикаға беріктісі өте мықты үйлер болып саналады. Олар өйткені мына құрылысты жаңа алдында айтып өтіп кеттім, құрылысы салынбас бұрын бұлар 5-6 жыл бойы зерттеліп, сосын барып құрылысқа енген. Бұрын Кеңес одағында енді ол кезде бәрі жаңа ғой енді. Ол жерде ескі ештеңе жоқ. Мысалы панельді үйлерде ол кезде жаңа болды, мынау қаңқалы үйлерде жаңа болды. Соның бәрін құрылысқа енгізбес бұрын олар сынақтан өту керек. Бұл үйлердің барлығы бірнеше сынақтан өтіп, егжей-тегжейлі тексерілгеннен кейін ғана барып құрылысқа берілген. Бірақ бүгінгі таңда Алматы қаласының жаңағы панельді үйлерінде бір проблема бар. Біз енді сол үйде тұрып жатқан жеке тұрғындар
үйлерінде кішкене тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында мысалға кейбір жүк көтеретін қабырғаларды ескертіп тастаған, бұзған. Ол бүгінгі таңда тек тұрғынның өзіне ғана беймәлім. Енді біреулер мысалға заңға бағынатын адамдар, олар құзырлы орындарға барып, қорытындысын алып, күшейту жұмыстарын жасалып жатыр. Енді ол жүк көтеретін мынау панельдік үйлерде барлық қабырғалар жүк көтереді. Несущий деп айтып отырсыз, барлық қабырға несущий болып саналады. Бұл жерде тек қана мынау дәретхана, душ, сол жерде бар жерлерде ғана гипсовый деп айтады, жүк көтермейтін қабырғалар, қалғанның барлығы жүк көтереді. Сол жайттар зілзала кезінде тұрғын үйдің құрылыс конструкцияларына әсері болады. Вот сондай проблема бар бізде. Ал металлоконструкция қазір металлоконструкцияда үйлер шығып жатыр ғой? Болат конструкцияларда бізде үйлер бар, бірақ олар көп емес. Болат қаңқалы. Ең мықтысы сол дейді ғой. Жоқ, болат қаңқалы конструкциялар, оларда сейсмикаға төзіп береді деген үйлердің бірі. Бұның барлығы енді алып келсек, сапасына байланысты. Біз мысалға, менен көбісі сұрайды, мынау Алматы қаласындағы тұрғын үйлер 9 балға төтеп бере ме, бере алмай ма? Кез келген ғимарат Алматы қаласында салынбас бұрын оған проекттік жоба жасалады. Ол 9 балға жасалынады. Егер де ол 9 балға сондай расчетпен жасалады. Есеп қисабы болады да, ол 9 балға жасалып, мемлекеттік сараптамадан өтеді. Ал ары қарай ол қалай салынды, ол үлкен сұрақ. Біз енді бізден көбінесе сұрайды, біз енді мына кез келген салған ғимаратты біз тексере алмаймыз. Біздің енді институтта жұмыс жасалғасын, кейбір кезінде болған тексерулер, мысалға құрылыс салып жатып, проекттік жобадан ауытқыған, немесе құрылыс нормадан ауытқыған кезде, ГАСКіде мамандар оны анықтап жасаса, бізге жүгінсе, біз оны тексереміз де, кейбір ғимараттар бар, мысалға толығымен бүкіл дайын үйді күшейткен үйлерде бар. Ондай жайттар да бар. Ал сосын мынандай сұрақ, жер үйлерден ішінде ең сейсмикалық ең мықты ағаш үй дейді. Өйткені ол деген жер сілкінген кезде ойнап. Енді ағаш үй бүгінгі таңда біздің құрылыс нормасы бойынша бір қабат қана салынуға болады. Алматы қаласының 9 балда 2 қабат, 10 балда 1 қабат. Енді ағаш үйді ең мықты деп айтатын себебі, енді ең мықты деп айтуға болады, ол ағаш жесілген кезде ол жерде ешқандай ауыр нәрсе жоқ. Ағаш өзіңіз білесіз жеңіл. Өзі жеңіл, конструкциясы жеңіл болады. Бірақ ол ағаш конструкцияларында дұрыс сала білу керек. Ол ағаш үй жеңіл деп көбінесе бізде мынау қаңқалы, қамыстан салынған үйлер ғой, екі жағына ағаштан дранк ұрады да, ортасына қамыс ұрып, сыртын лаймен салады. Жоқ, ол қамыс үйден басқа мынандай сұрыптан жасайды. Сұрыптан жасалған үйлер олар. Сосын жаңадан финский үйлер шығып жатыр ғой. Ағаш үйлер олар сейсмикалық төзімді үйлер. Бірақ оны тағы да айта кету керек, қалай салды. Егер де ол мысалға финдардың үйі болса, немесе жаңағындай толықтай бөренеден салынған үй болса, ол бөлек. Мысалы, мынау ағаштан қаңқа жасайды да, ортасын қамыспен толтырып, ондай да үйлер бар. Бұл жерде ең бірінші мәселе, мысалға төбе жабынын жапқан кезде, мынау бізде айтады, диагоналды тақтайларды дұрыс қағу керек. Бізде көбінесе тік қағады да, ол жесілген кезде бізде жесілгіңіз тек вертикальный, горизонтальный болмайды, және де бұрылыс құбылыстары болады. Үйді бұрайды жесілгенде. Сондықтан мынау төбе жабынын жабыққан кезде оны тік емес, диагональды қағу керек. Сонда мынау үйдің құрылысы бұралған кезде, мысалға үй болса, бұралса, былай жабады да, сіздер диагональны жапсаңыздар, бұл үйдің зілзала кезінде бұрылу құбылыстарына төтеп береді. Кішкене тығыздық, қатаңдық пайда болады да, сондай әр құрылыстың өзінің талаптары бар. Ол талаптың бәрі бүгінгі таңда бізде сейсмикалық аймақтағы құрылыс деген құрылыс нормасында бәрі жазылып кеткен. Біз мынау Еврокод деп айтамыз ғой, соған бейімделген біздің құрылыс нормалары бізде ғана, Қазақстан, СНГ-да, ТМД елдерінде. Біз бірінші болып мынау Кеңес одағынан қалған құрылыс нормалары енді 70 жылдан аса өзгертілмеген, ғылыми зерттеу жұмыстары жасалмаған. Сондықтан біз Еврокодқа өтіп, соны бүгін жаңартып отырмыз. 2021 жылға күшіне енген.
мына Алматыда жақында заң шықты дейді, үкім Әл-Фарабиден жоғары 3 па 5 қабаттан жоғары салуға болмайды, Абайдан 9 қабаттан салуға болмайды деген сондай үкім шықты ма? Енді Алматы қаласында Алматының жағы геймпланынан бөлек регламент бар. Алматы қаласында қай жерде қандай қабат салуға болады. Бірақ енді ол күшіне енді ма, енбеді ме, менде ондай толық мәлімет жоқ. Ол Алматының әкімшіліктен сұрау керек. Менде ондай нақты ақпарат жоқ. Қолымда мен көрген жоқ, көрсем айтамын. Олар сонда сіздерден келіп сұрамай ма? Сіздер беру керексіздер ғой ондай. Мысалға, құрылыс нормалары жағы енді Алматы бас жоспары жасалған кезде бүгінгі таңда Алматы қаласында сейсмикалық ықшамдағыш аудандық карта бар бізде. Алматы қаласына арнайы жасалған. Геймплан жасалған, жоқ, сейсмикалық карта бар. Сейсмикалық, иә. Арнайы карта бар, сол картаның аясында құрылыс норма жасалған. Тек қана Алматы қаласында действиет етеді. Сондықтан кез келген бас жоспар, басқа да Алматы қаласының жасалатын заттары сол Алматыдағы картаға сай болу. Соған қарап жасалған. Бүгінгі таңда мен соңғы бір 2 жиында болдым. Жаңағы Алматы қаласының бас жоспарын қабылдаған кезде жаңағы енді бас жоспар қабылданғаннан кейін жаңағы ПДП деп айтады. План детальный планировки. Енді ары қарай пысықтайды ғой. Сол кезде әкімнің өзі қатысты мынау сейсмикалық аудандырылған картаның аясында жаңағы ПДП жасалынып жатыр деді. Ең опасный райондар қай жақтар болады? Енді Алматы қаласында бізде ондай не жоқ. Бізде ең қауіпті, ең қауіпсіз деген. Алматы қаласы сейсмикалық тұрғыда 9-10 балл болып бөлінеді. Алматы қаласында 9 баллдық аймақта бізде мысалға құрылыс нормалары бойынша 12 қабат рұқсат берілген, ал 10 баллдық аймақта қауіпсіз болғандықтан бізде құрылыс нормалары 4 қабат қана беріледі. Егер де арнайы шарттың көмегімен салынса, ол 6 қабаттан аспайды 10 баллдық аймақта. Сондықтан мен енді Алматы қаласында мына жер қауіпті, мына жер қауіпсіз деп айта алмаймын. Анда айтады ғой, тектонические плиты. Ол енді бүгінгі таңда Алматы қаласында тектоникалық жарықшақтар бар, разломдар деп айтады. Бірақ институт сейсмологияның ғалымдарының айтуы бойынша біздің Алматы қаласындағы тектоникалық жарықшақтар, олар айтады ғой, неактивный деп. Не сейсмогенерирующий. Қозғалып жатқан жоқ, Ондықтан енді жарықшақ деген ол жердің бетінде тұрмайды ғой. Ол разлом деген мысалы жердің астында бір 10-15 километр болу керек. Енді бүгінгі таңда бізде үлкен қазір сондай Алматы қаласында қазір мынау көбейіп кетті ғой, үйде отырып андай болмайды, мұндай болмайды деп. Сондықтан біз институт сейсмология саласының мамандарына жүгініп сұрақ қойғанымызда, ол кісілер бүгін айтып жатыр, бүгінгі таңда Алматы қаласында сейсмогенерирующий разломдар жоқ деп. Активный разломдар емес. Түсінікті. Енді біз де сол үшін келдік, сізден сұрау үшін өзіміз отырып. Разломда салынатын үйлерге арнайы талап бар. Мына құрылыс нормалары, разломда салынатын болсаңыз, бұл құрылыс нормалары ол үйлерге қолданбайды. Оларға өзгеше. Оған арнайы шарт жасалынады. Біздің институттың мамандарының қатысуымен арнайы техникалық шарт жасалады. Кез келген үйге жеке-жеке. Ол техникалық шарт дегеніміз не? Мысалға 9 қабатты, оның қабат саны 9-дан ары қарай астырмайды. Біз мысалы техникалық шарт бергенде, техникалық шарт жасағаның өзінде де біз 9 қабаттан асырмаймыз. Тек қана 9 қабат береміз, болды. Ол құрылыс нормасына біз бүгін бекітіп қойғанбыз. Ал егер салып қойса не істейді? Оны біз енді мысалға ол техникалық шарт проекттік жоба жасалмай жатқанда беріледі. Сол техникалық шартқа қарап проекттік жоба жасалады. Ол техникалық шарт дегеніміз не? Ол техникалық шартта мынау сейсмикалық жүктемелер 1,5-2 есеге ұлғаяды. Мысалға мынау 9 баллдық аймақта 9 қабатты үйдің құрылысына кеткен шығын разломда салынған үйдің шығынан 1,5-2 есе көп шығын кетеді. Өйткені ол жерде арматура көбейеді. Живые конструкцияның көбісі. Бетонның тығыздығы көбейеді. Сол бүкіл құрылыс шарттарын біз береміз құрылыс компанияларында. Сіздерде вибромашина деген құрылғы бар екен. Естуіміз бойынша бүкіл қаланы іздеп, әйтеуір сіздер деген сізге келіп тұрмыз. Сол қандай ол құрылғы, қанша балға дейін сіздер тексере аласыздар? Біздің институттың құзырында эксперименттік жұмыс жасау үшін вибромашина құрылғылары бар. Ол бір ғана машина емес. Ол бүгінгі таңда бізде
үш түрлі вибромашина бар. Ол V1, V2, V3 деп бөлінеді. Ең үлкені V3. Ол V3 дегеніміз бүгінгі Алматыда көріп жүрген, Қазақстанда жасалынып жатқан үлкен көп қабатты ғимараттарды шайқау үшін үлкен вибромашина бар. Ол кез келген ғимараттың төбесіне соңғы қабатына орнатылып, оның арнайы өзінің металл конструкциядан іргетасын салып, сосын ары жақта бетондап, төбе жабымен жабыстырып барып жасайды. Көп қабатты ғимаратты біз ғана жасай аламыз, тексере аламыз. Біздің құрылыс нормасында жазылған кез келген жаңа конструкция немесе жаңа материалды құрылыс саласына енгізбес бұрын ол эксперименттік сынақтан өту керек. Тура сол сияқты Шымкент қаласында немістің панельді үй шығаратын заводын сатып алған. Ол біздің Алматы қаласында салынған панельді үйлерге сай емес. Ол басқа конструкция болғасын біз 9 қабатты үйді салып, соны сілкідік. Олар 9 балдық жер сілкінісіне біздің құрылғыға төтеп берді. Одан бөлек 4 қабатты біз қаңқалы конструкцияны есептедік. Шымкент қаласында сілкідік. Екеуі бір жылда істелінді. Ол да төтеп берді. Ең соңғы Алматы қаласында біз жаз айында 14 қабатты монолитті ғимаратты сілкідік. Сосын жақында желтоқсан айында жаңа жылдың алдында 2 қабатты коттеджді тұрғын үйді сілкідік. 10 балдық аймақта. Жаңа жазда сілкігеніңіз қандай ЖК ол? Ол ЖК Легенда. Базисный үй, ал желтоқсан айында 2 этажды үй. Ол кімнің үйлері? Ол мен қазір Бағанашылда бір коттеджный городок бір көрсетті ғой. Мен көрдім, Әлібековтен көргем негізі. Сол жерде шынымен де 9 балға шейін сілкідіңіздер ме? 10 балға сілкідік. Ол жерде 10 балдық аймақ. Өйткені видеоны көріп қалдым да, ол кезде басын көрсетті, одан кейін бітіп қалды, арғы көрсеткен жоқ. Бізде мысалға ол ғимаратты бір-ақ рет сілкімейміз. Бақ өкілдеріне көрсеткенде оны шағымалап көрсетеді. Ал біздің өзіміздің мақсат бір ғимаратты, мысалға сол ғимаратты алатын болсақ, 7-8 рет сондай жұмыстар жасалынады. Ал бақ ақпараттарын шақырып көрсету кезінде ол кезде қатты сілкілмейді. Неге? Өйткені мысалға тұрғын үй, үлкен көп қабатты тұрғын үй болсын, енді оқыс жағдайлар болып қалуы мүмкін, сондықтан адам өміріне қауіп төнбес үшін біз ондай кезде аз балл береміз. Ал біз өзіміздің ешкім жоқ кезде өзіміз оны керекті деңгейде сілкіп, оның бәрін егжей-тегжейлі зерттейміз. Құрылғыларыңызды қойып үйді тексеру үшін қанша ақша кетеді, қанша тұрады бір тексеру? Енді ол үлкен ЖК, биік ЖК деп құрылғы тексерудің бағасы үйдің конструкциясына, қабат санына байланысты. Кететін ол жерден біз неғұрлым конструкцияласы, енді кәдімгі салып жатқан монолитті конструкциялар ғой. Қабат санына байланысты. Өйткені ол жерде қойылатын датчиктер бар, жасалынатын жұмыстар бар. Соған байланысты бағасы да әр үйдің бағасы бөлек саналады. Орташа енді орташа алатын болсақ, көпқабатты үйлер 10 миллионнан жоғары. 10 миллионнан жоғары. Бірақ әр компания келіп, әр зданияны тексеруге болады, бірақ олар міндетті емес. Жаңа айтып отырмын ғой, мен өзім Қырғауылдың жақта тұрамын, сейсмика жағынан қалай? Енді Қырғауылды ол Алматы облысы. Жер тасты, менің көрермендерім бәрі біледі. Алматы облысына жатады ол. Қырғауылды болса Алматының границасының ары қарай ғой, былай айтқанда. Енді көбінесе ол жақта бізде 9 балдық аймақ. 9 балдық аймақ. 9 балдық аймақ дегеніміз ол мысалға жер асты топырақтары 10 балдық аймаққа қарағанда кішкене жақсылау болып келеді. Бұл 8 балл, 9 балл, 10 балдық аймақтар ол жердің астындағы топыраққа байланысты. Жер қыртысының геологиясына байланысты. Демек, тастар көп болса, үлкен тастар көп болса, ол жақсы. Валундар деп айтады, жұмыр тастар дейді. Сол енді ол сол жұмыр тасқа ғимаратты отырғызылады негізі. Проект жоба кезінде. Онда үйім сататын болсам, қымбатқа сататын. Жақсы болды. Ал мына қаланың ішінде қалай? Жаңа кейбіреулер айтады ғой, ана бір достық жақ, Әл-Фараби жақ, сол жақ қауіпті деп. Енді Алматы қаласы айтып кеттім. Алматы қаласы 9-10 балдық аймақ. Бұл жерде Алматы қаласының микросейсмозоналық картасы бар. Сол жерде көрсетілген 10 балдық аймақта қызыл түспен, 9 балдық аймақта сары түспен. Бірақ мен сізге дүп түсіп айта алмаймын. Абайдың бойы 9 балл, Әл-Фарабидің бойы 10 балл деп. Ол жер қыртысы болғасын, ол тік жолақпен келмейді, ол қисық болады. Мысалға салып жатқан екі ғимараттың өзі
біреуі 9 болуы мүмкін, біреуі 10 болуы мүмкін. Бұл жер қыртысына байланысты. Сондықтан соның картасы бар. Картаға жүгіне отырып, кез келген ғимарат салған кезде оның инженерлік жаңағы қазбалау жұмыстарын жасалынады әр үйге жеке-жеке. Сол жерде анықталады. 9 болма, 10 болма. Бірақ неғұрлым төменірек болса, таудан төменірек болса, енді біз алматылықтарымыз ғой, жоғары жақ төменірек деп, төмен жақтар енді кішкене тыныштау, иә? Тау жақта тұратын ғимараттарда ол жерде сейсмикадан бөлек таудың жылжу қаупі бар. Сол. Осымен рахмет, сұрақтарымыз бітті. Жақсылықта көрісейік, осындай жер сілкінісі болмасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Иә, аумин. Рахмет үлкен.